Ассаламу алейкум. Қалеген пайдаланушы Википедияға жаңадан мағлуматлар кіргізе алады. Бұның үшін болса дәслеп, Википедиядан тізімнен өту тиіс. Демек, біз қазір сіздерменен біргелікте Википедиядан тізімнен өтуді үйренеміз. Бұның үшін дәслеп, Википедияның қарақалпақша бөліміне кіруіміз керек. Яғни kaa.wikipedia.org сайтына кіреміз. Һәм жоғарғы бөлімде аккаунт жарату түймесіне басамыз. Сұраулар бар болған айна ашып беріледі. Яғни пайдаланушы атын кіргізуді сұрайды. Пайдаланушы атына сіз өзіңіздің қалеген есіңізден шығарып қоймайтұғын атаманы кіргізсеңіз болады. Мәселен, біз үстірт сөзін таңладық. Төменде болса жасырын сөз, яғни код сұралады. Бұғанда шартлы түрде өзіңіз есіңізден шығарып қоймайтұғындай кодты жазсаңыз, мақсатке муапық болады. Жасырын сөзді және бір мәрте қайталаймыз. Бұнан соң болса, электрон почта манзілі сұралады. Біз сізге электрон почта манзілін бұл жерде көрсетіп өтуді маслахат етеміз. Себебі сіз қандай да бір себеплерге байланысты өзіңіздің Википедияда жаратқан аккаунтыңыздың жасырын сөзін, кодын естен шығарған уақытыңызда әйне осы электрон почта арқалы бұл жердегі профиліңізді қайта тіклеу имканияты пайда болады сізде. Демек, хамет сұрауларға жауап беріп болған болсақ, төменде капча, яғни қауіпсіздік тексеруі үшін біз кіргізіп өтуіміз керек болған сөзді тура жазуымыз керек. Хәме бөлімдерді біз толтырып шыққаннан соң есап бетін жарату түймесіне басамыз. Және бірнеше сұраулар сұралады. Бұл сұрауларға жауап бермесеңіз де болады. Әне енді біз сіздерменен біргелікте Википедиядан тізімнен өттік. Енді өзіміз қалеген, қызыққан, ямаса өзімізде бар болған мағлуматларды жайластыруды басласақ болады. Диққатларыңыз үшін рахмет.